Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы иттердің демодекозы. Демодисида тұқымдасындағы демодекс канис кенесі қоздыратын ауру. Бұл ауру көбінесе резистентті төмендеген асыл тұқымды иттерде кездеседі. Иттердің демодекоз кенесі құрылысы жағынан ірі қараның демодекоз қоздырғышына ұқсас. Демодекоз кенелері шаш буылтығында және май бездерінде өсіп-өнеді. Бұл кенелер кейде лимфа түйіншектерінде, бауырда және басқа органдарда да кездеседі. Клиникалық белгілерінде ауырған малдардың көбісінде бұл ауру белгілері болмайды. Ауру малдардың денесінің кейбір бөлігінде жүні түсуімен, теріде төмпешіктер пайда болуымен байқалады. Түйіншектерді қысқан кезде ішінен ақ сары зат шығады. Қышыну болмайды. Саусақтарымен басып, қатты тері төмпешектерінің бар екенін сезуге болады. Бұл ауру адамда да кездеседі. Адамда бет терісінің қызаруы, мұрын, маңдай, иек, ұрт аймағында майлы жылтыр, кенеген тері тесіктері, безеу, папула, пустула түрінде бөртпелер, қышыну, әсіресе кешке және түнде күшейеді. Терінің қабыршақтануы, құрғауы немесе қалыңдауы, терінің бұдырлануы байқалады. Клиникалық белгілерінде иттерде демодекоз жеңіл түрде, қабыршақты формасы және ауыр түрде іріңді күлдіреуік формасында өтеді. Алғашқы демодекоз жарақаттануы иттің басынан басталып, ауру әрі қарай асқынғанда терісі қалыңдап, қызарып, кебек тәрізді қабыршақтанып жүндері түседі. Ауыр күлдіреуік формасында шаш буылтығы және май бездерінің орнына іріңді төмпешіктер шығып, жарылып, ішіндегісі сыртқа ағып кеуіп қалады. Терісі қатпарланып, азғынданып барып өледі. Демодекс кенелері көптеген адамдардың терісінде қалыпты жағдайда болады, бірақ иммунитет төмендегенде, май бездері белсенді жұмыс істегенде немесе гормоналдық өзгерістер кезінде көбейіп, ауру белгілерін туындатады. Диагнозы бас терісі қызарып, қабыршақтануы, демодекоз екенін білуге болады. Диагнозды растау ретінде шаш буылтығы ішіндегісін және май бездерін микроскопқа салып, демодекоз кенелерін табады. Емдеуінде терідегі кенелерді құртудан бастайды. Ол үшін иттерді 1% хлорофос ерітіндісімен жуады. Сонымен қатар тамағын күшейтеді. Рационына витаминдерді қосып, саймандарды және қораны дезакризация жасап, қабыршақты формасында жарақаттанған орынның айналасын 4% йод ерітіндісін жағады. Йодтан тері түршігуін болдырма мақсатында 3-ші күні вишневский майын қолданады. Қабыңқы қайтқан соң йодпен домдауды 2-4 рет қайталайды. Күлдіреуік формасында 2% хлорофос ерітіндісімен домдаған соң тамағын күшейтіп 2% хлорофос ерітіндісімен 25 мг килограмм мөлшерінде ішкізеді. Осылай теріні домдау және ішкізу шарасын әр 5-6 күнде қайталаймыз. Кейіннен жарақаттанған орындарын вишневский майына 2-3% севин немесе декрезилді қосып жағады. Алдын алу шараларында ауру иттермен жанасуын алдын алу ескеру керек. Жанасу болған жағдайда дені сау иттің терісі 2% хлорофос ерітіндісімен сүрту керек. Қорытындылай келе, ит демодекозы демодекс кани кенесімен қоздыратын иммундық жүйенің әлсіреуімен тығыз байланысты паразиттік тері ауруы. Ауру көбінесе жас немесе иммунитеті төмен иттерде кездесіп, локальды және регенерацияланған формада көрінеді. Демодекоз жұқпалы ауруларға жатпайды, алайда уыттылы, емделмеген жағдайда созылмалы түрге өтіп,
екінші бактериалдық инфекциялармен асқынады. Ерте диагностика дұрыс жүргізілген кешенді ем және иммунитетті нығайту шаралары аурудың сәтті жазылуына мүмкіндік береді. Сондықтан ветеринариялық тәжірибеде ит гематокозын дер кезінде анықтап, жүйелі бақылау жүргізуі маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.